Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен Алтын Орда дәуірінің тағы да бір көрнекті өкілі Сайфы сарайы туралы мәліметімізді бермекпіз. Сайфы сарайы 1320-1396 жылдары өмір сүрген, Бейбарыс сұлтан билеп тұрған кезде оқу іздеп барған үлкен ғұлама. Бұл Сайфы сарайдың Гүлістан бит түрки, түркіше Гүлістан деген, яғни парсының үлкен ақыны Сағдидың Гүлістан атты шығармасының дастанының түркіше аударма нұсқасын жасап шығарған. Кітап 8 тараудан, кіріспеден, қорытынды бөлімнен тұрады. Бұл жерде кәрілік пен жастық туралы, патшалардың өмірі туралы, әлсіздік туралы, өмірдегі адамның басында кездесетін әртүрлі жағдайға байланысты жазылған шығармалар жатады екен. Бұл Сайфы сарайдың кітабында да Лұқпан хакім туралы әңгімелер кездесіп отырады. Гүлістан бит түркиден басқа Сайфы сарайдың Сухаил мен Күлдірсін деп аталатын ақсақ темір шапқыншылық жасаған кездегі соғыста қаза болған қыз бен жігіттің өмірі туралы әңгімесі де жатады.